Қазіргі кішкентай көшеттерді қалай қалыптастыру керектігін қарап көрсетіп жіберге. Мысалы, мынау алмұрт ағашы тұр дейік. Алмұрт ағашын алдыңыз, отырғыздыңыз. Бірінші жыл, екінші жыл мына айыр болып тұр мына жер. Көрдіңіз, мына жер айыр болып тұр. Ол ертең осы жерін кесіп тастамасаңыз, ертең жуандайды да, мына жер сынатын болады үлкейген кезде. Сол үшін мұны біз кішкентай кезден алып тастаймыз былай. Мына жағын бұрып жібереміз, мынаны бұрып жібереміз. Мынау да дәл солай тұр. Көрдіңіздер ме мұны? Бұны алып тастаймыз. Осылай қалдыра саласыз. Енді міне алма да солай тұр. Алма әкелдік, мына айырлы бұрышын көрдіңіздер ме? Өткір бұрыш. Бұны біз алып тастауымыз керек. Ертең үлкейген кезде мына жер сынатын болады. Өйткені мына жер жуанда берген кезде бір-бірін қысады да, сол жеріне мына жер біріншіден қабығы жиырылып, осы қабығы шірейді. Сол жерге түрлі аурулар зиянкестер түседі. Сол жер шірей бастайды. Сосын қабық жуандаған сайын бір-бірін итергендіктен мына жер айырылып кетеді негізінен. Бұтақтар, мынау бұтақ болатын болса, былай орналасады негізі. Бетпе-бет. Мынандай 45 градустағылар. Егер мынандайлар болатын болса, олар бетпе-бет салады. Бүйтіп ажырап кетуге дайын тұрады олар. Сол үшін кішкентай кезінен істемесек, үлкейген кезде оны істеу қиын болады. Мына жерінде бұтақтарын азайтайық. Бұқпалар. Так, мына алма ағашында көрейік енді. Алма ағашым төбеге кетіп жатыр, бәрі көрдіңіздер ме? Бір жылдықтардың бәрі. Жұмын жанына қарап бір жүрейік мына жерден. Ішке өсіп бара жатқан аламыз. Сыртқа бұрамыз. Ішке өскен аламыз. Сыртқа жіберейік. Мына жер мен екі айыр болып кеткен, бұл да болмайды ма? Біреуін аламыз. Сыртқа жібереміз. Бүйтеміз. Шаммен осындай болу керек қой, кескен кезде. Бүгінгі жұмыстар міне. Кішкентай кезінде дұрыс қалыптаспағандықтан, дұрыс кесілмегендіктен шіріп жатыр, біреулер өліп жатыр. Қаншасын кесіп тастадым. Бұтақтар қанша өледі, өйткені бір-біріне бәсекелес, екіншіден бұтақтар біріншіден, екінші ағаштар бір-біріне бәсекелес. Өте тар жерге отырғызған. Күн сәулесіне, қоректік элементтерге бәсекелес, сол үшін біразы бұтақтар өліп жатыр. Біразын кестім. Аянышты, бірақ амал жоқ.